Даяшы! Сәлемсіз бе? Сәлеміз. Не болып қалды дейді. Не болып қалды деген сөзге өзіңіз жауап бере аласыз ба? Жоқтарыңыз бар ма енді жоқ па? Айналайын, бұл мейрамхана емес па? Мейрамхана, мына дастархан үстін жинап қоюға болады ғой. Мына күлсағышты қараңызшы мына. Қалай түсіне болады? Мына күлсағышты ауыстырсаңыз болады ғой. Ауыстырам. Сіздер немен ойнап тұрсыз ба? А? Әлде бетімнен күліп тұрсыз ба? Қалай түсінуге болады? Дереу маған ана шағын кітапшаңызды алып келіңіз, не болмаса ана администраторды шақырыңыз. Қалай түсінуге болады? Болды, мен бәрін дұрыс емес. А? Дереу маған ана шағын кітабыңызды алып келіңіз. Не болмаса ана администраторды шақырыңыз. Бұл қалай түсінуге болады? Не деген сұмдық бұл? Не деген сервис бұл? Адамды адам жасауға керек. Аға, кешіріңіз. Шағын кітабы жоқ екен да. Мүмкін мейрамхананың атынан мінекей таза Түрген шарабын сізге ұсынамыз. Мейрамхананың атынан. Түрген тауының шарабы? Таза Түрген. Жарайды ма? О, сіздер мейрамханаларыңыз үшін. Кінәлі екенін мойындаймын, сол біздің атымыздан. Өте дәмді екен. Қалай түсінуге болады негізі? Өзіңіз айтыңызшы. Мынаны ауыстырып, мыналар дастархандарды жинап қойсаңыздар болады ғой. Мен түсінбеймін ондай. Дереу шағын кітабыңызды алып келіңіз. Мен жазып жіберуім керек. Олай болмайды. Қазір. Аға, мінекей, шағын кітабының орнына сізге тағы да Түрген тауының таза шарабын ұсынамын. Біздің мейрамханамыздың атымыздан. Алыңыз, ұсынамын. Мен кінәлі екенін мойындаймын. Жарайды. Бір жолата кешіруге тырысамын. Қалай ұнады ма? Айналайын, сен бүйтші. Тағы ана Түрген тауының шағынын алып кеш, жазып жіберейін. Біз өзіміз жанұямызбен жазушымыз. Жазуда қолымыз тимейді. Дереу. Аға, біздің мейрамханада шулуға болмайды. Администратор шақыр деймін мен саған. Қалай түсінбейсің? Өзіңіз стаңыз кішілдік ішіп алғаннан. Сен не етпейсің өзің ішіп ал, а? Аға, тыныш деп тұрмын, біздің ресторанда. Шақыр администраторды. Ешнесі білмеймін. Бар шақыр. Шағын кітабын алып келген Адрана. Не деген сервис бұл? Ішімдік ішіп алып, мазалап жатайын. Не айттың? Мен ол администратор алып келіп отырмын. Шағын кітап жіберіңіз мейрамханада. Жіберіңіз. Аман Шотты төлеген жоқ, атаны алып